Қайырлы күн достар, бүгін біз бір жасағаннан шығатын шарлотка дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен жұмыртқаға тұз бен қант қосып аппақ болғанша көтерілгенше миксерлейміз. Күнбағыс майын қосып тағы да жақсылап миксерлейміз. ұн мен қопсытқышты қосып лопатканың көмегімен кішкене араластырамыз. Сосын тағы да миксерлейміз. Үш алмамызды турап қамырымызға қосып араластырамыз. Формамыздың астына пергамент қағазын төсеп, жанына май жағып шығамыз. Менде формамның диаметрі 26 см. Қалған екі алмамызды жіңішкелеп турап бетіне қойып шығамыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 60 минут пісіреміз. Осымен пирогымыз дайын, өте дәмді болып шықты. Аузы шырғып пісіруге кеңес беремін, бәріне ұнары сөзсіз. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Лайк басып, подписаться етіңіздер. Алда тағы көптеген рецепттер болады. Сіздермен болған Патита